Бұл Қонаевтың тұрған көшесі, Төлебаев көшесі. Осы қанша Алматыда жүрсек те, осыны бір көрмеппіз ғой, қыдырып бір. Бұны мен тик-токтан көріп, инстаграмнан көріп келдім көруге. Мемориалды, Қонаевтың мемориалды пәтер музейі дейді. Жетте бірден жазу тұр көрек. Кенжебек Күмісбекұлы тұрған және еңбек еткен дейді. Мынау не? 1906-1983 бұл үйде 1970-83 жылдары Қазақ СССР халық артисі, Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты композитор Латиф Хамиди тұрған және еңбек еткен дейді. Так. Мына жерде бұл үйде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері, дарынды композитор Қапан Мусин тұрған дейді. Мынандай табличка тұр. Бұл үйде 1970-1972 жылдары қазақ халқының көрнекті композиторы, Қазақстанның хор өнерінің негізін қалаушы Бақытжан Байқадамов тұрған. Қонаев әулетінің пайдаланған самаурыны дейді. Мұнда Қонаевтың анасы, әкесі, әкесінің үлкен кесі. Әкесі етікші болған екен. Қонаевтың соғыс қарулары.
отношения, нужно взаимоуважение. Это экономия была. И вот за это ее папа очень любил, потому что не разбрасывалась. А вот она вышивала скатерти всегда были вышивали. Потом покрывала на кровати были. Потом рубашки даже вышивала были какие-то посылки раньше висели. Вышитые вот видели, что-то вышивали. Потом они залетят первый спектакль обязательно. Даже вот во время войны здесь же был первый большой театр, и у нас кино снималось фильмы, и они Әйел екеуі бірін-бірі қатты сыйлаған ғой деймін. И поэтому всегда в доме был мир, смех и передачи. Постоянно память. Спасибо. Обожала роль домашнего. И приглашал детей из других семей. Я так думаю, что Дима Хрущев станет очень легко, потому что килограмм у него на 100%. Мынау енді Қонаевтың тұрған үйіне, пәтеріне бара жатырмыз. Бұл үйде басқа да адамдар әлі де тұрады екен, көршілері.
Мында двери не открывать деп тұр. Бұнда адамдар тұрады екен. Басқа адамдар, кәдімгі тұрғылықты адамдар тұрады екен. Паверс охранник, Кунаева, Бекежанов помощник, Кунаев охранник, Шандарбаев артында тұр. Мына кісі Кунаева әйелі, ана кісі начальник охраны, охранник Коренев. Кабинетте дейді. Кунаев ортасындағы, Бекжанов первый помощник, Поберез охранник Кунаева. 82-ші жылғы. Мынада 82-ші жылғы сурет екен. Жетпіс жылдық Кунаевтың дейді. Так, на жерден опять елки болуымыз керек. Так. Былай жаққа барып шешінеміз. Мына квартираны болмайды түсіруге. Квартираны болмайды екен суретке түсіруге, ішіндегі пәтердің ішін. Сен оны түсіру үшін рұқсат қағаз алып келуің керек екесің. Осылай тока фотоға ғана түседі екесің. Мынандай фонтаны бар екен алдында. Бұл үйде еще былай жай адамдар да тұрады екен әлі. Мына машина. Қараңыздар. Бұл сол Қонаевқа подарить еткен машина екен. Міне табличка тұр. Автомобиль Pontiac Grand Prix был подарен Кунаеву в 1992 году Байкошкаровым Жанатом Берденовичем. Это был единственный личный автомобиль и Мухаммеда Ахмедовича. Данный экспонат сохранен и предоставлен музею президента Международного фонда Кунаева Ильдаром Оскаровичем Кунаевым. Көріністен қандай машина Grand Prix. Grand Prix. Осы көшеде ылғи элита тұрған екен. Ана жерде Сәбит Мұқановтың музейі тұр. Үйі. Сол үйін музей жасаған ғой. Сол мынау жаңа Қонаевтың үйінен бері қарай кішкене. Екінші. Ана жақтарда да түгел сыртына іліп қойған, ана тұрған деп. Например, мына шетте де міне тұр, көрдіңіздер ме? Вся элита осы жерде тұрған екен ғой сонда.